Бүгінгі бағдарламада Алматы қаласы Наурызбай ауданы Қалқаман 2 Талжанова 1Б мекенжайы бойынша орналасқан номер 206 мектеп гимназия жайында айтпақпыз. Сіздермен Мектеп Ньюс. Бүгін мектебімізде үлкен іс шара өткелі жатыр. Оның негізгі себебі мынау республика күнінің қарсаңында мектебімізде Жас толқын медиа студиясының ашылу салтанатына бүгін қонақтар шақырып, үлкен ашылу салтанатын жасап жатырмыз. Бұндағы негізгі мақсат мектебімізде істейтін радио толқынды балаларға жан-жақты насихаттау, түсіндіру және мектебімізде әрқашанда осы радио толқыны арқылы жақсы жаңалықтармен балалармен бөлісу, балаларды болашақтағы мамандыққа дайындау, журналистика саласының таза сөйлеуге, таза білім алуға және еркін сөйлеуге деген балалардың қабілеттерін арттыру мақсатында осы студияны аштық. Бұл студияның жабдықталуында да балалардың өздерінің идеясы болды. Олардың жаңағы бізге қойған осындай жаңағы идеялар арқылы біз осындай бөлме жасадық және олардың талаптары бойынша барлық мүмкіндіктерін жасауға тырыстық. Ендігі таңда бұл жер әрине жақсы хабарлар таратады және балалардың көңілінен шығады деген ойдамын. Және бүгінгі осы медиа студияның ашылуына белгілі журналистер және телерадио хабарларын таратушы адамдармен таныстыру мақсатында қонақтарды да шақырдық. Бүгінгі біздің медиа студияның алғашқы қонағы радио жүргізуші Гүлмира Нәлібай және Алматы ақшамы газетінің белгілі журналисті Рая Ескендірқызы келді. Мінекей қазір балалар сол кісілерменен жаңа сұхбаттасу жүргізіп жатыр. Мереке құтты болсын. Мереке қарсаңында осындай жақсы жаңалықтарға толы болсын. Рая Ескендір және Гүлмира Нәлібай бүгін бізде қонақта. Бүгін біз керемет тамаша, әдемі күрең күздің күнінде сіздермен біргеміз. Әуе толқындамыз. 206 радиосы бүгін әуе толқында алғаш рет сайрап отыр. Ендеше алғашқы тыңдаушыларына, ұстаздарға, ата-аналарға, оқушыларға армысыздар деп амандасайық. Бұл студияның ашылу барысында Гүлмира Нәлібай мен Рая Ескендірқызы балаларменен сұхбат жасады. Ол сұхбат бүкіл радио хабар арқылы бүкіл мектепке таратылды. Балалар Zoom хабар арқылы оларды тікелей байланыста отырды. Және хабардың соңында осы тележурналист және радио журналистерінің қолынан қолтаңба алып қалып, бүгінгі осы студияның ашылуында ең алғашқы қонақтар екендігін дәлелдеп кетті. Болашақта бұл жерде де тағы да осындай үлкен журналистермен кездесулер өтеді деген ойдамыз. Бүгін Наурызбай ауданында 206 мектеп гимназияда республика күні мерекесі қарсаңында Жас толқын медиа студиясы ашылды. Бұл жоба оқушылардың еркін ойы мен шығармашылығын дамытып, ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған маңызды қадам. Кәсіби журналистердің қатысуы Жас толқын үшін үлкен шабыт. Мектеп ұжымына және ұйымдастырушыларға алғыс білдіре отырып, медиа студияның ұжымына сәттілік тілеймін. Бүгін Наурызбай ауданы 200 нөмір 206 мектеп гимназияда медиа студия ашылды. Бұл медиа студия болашақ жас тілшілердің қалыптасуына зор мүмкіндік беретін болады. Мектеп қабырғасында жүріп ақ, болашақ осы журналистика факультетінің студенттері тәрбиеленіп жатыр деп өзім солай деп қабылдап отырмын. Бір кездері біз осы ұлттық университеттің журналистика факультетіне түскенде мұндай мүмкіндіктер бола бермейтін. Бұның өзі қазіргі жағдайдың жақсарғаны. Мектеп қабырғасында жүріп ақ осындай журналистиканың қадамдардың бастауы бұл оқушыларға жасалып отқан үлкен қолдау. Жаңа қарап отырмыз, балалар жастардың аяқ алыстары жақсы, олардың сөз сөйлеу мәнері, өзін өзі ұстауы, еркін өте мені қатты қуантып отыр. Сондықтан біздің жақсы, мықты, қаламы қарымды, сөзі анық, ой сергек жастар өсіп шығатынына сенімдімін. Жаңа студияның тұсауы кесілді бүгін, қадамы құтты болсын, сүрінбесін, жақсы хабарлар күтеміз. Бүгін мінекей керемет айтулы ұлық мереке республика күні қарсаңында Алматы қаласында Наурызбай ауданында орналасқан 206 мектеп гимназияда керемет Жас толқын атты жаңа студияның ашылуында қонақ болдық.
сондай бір әсермен, сондай бір керемет көңіл күймен осы жерде шаттанып тұрған жайым бар. Тамаша. Енді баяғыда радио студияны біз тек үлкен мемлекеттік дәрежедегі мекемелерден ғана естісек, бүгін мінекей мектепте өздерінің арнайы радио студиясының ашылуы бұл үлкен керемет жаңалық. Бұл енді бүгінгі таңдағы осы гимназия ұжымының ізденісі, бұл енді тамаша гимназия ұжымының ізденісі, оқушыларға бар жағдай жасау деп ойлаймын, және оқушылардың өзі осыған ықыласты. Яғни бүгінгі осы Жас толқын медиа студиясынан тәрбиеленген оқушылар біздің болашақ журналистеріміз. Яғни қазіргі таңда қазақ журналистикасының келешегі тағы да керемет, кемел, зор болады деген сенімдеміз. Өйткені бүгінгі ұрпақ өте білімді, саналы, жан-жақты. Өйткені мына ғаламтор арқылы әлемді біліп танып отыр. Сондықтан да біздің ендігі ізімізден еріп келе жатқан буын бізді әлемге шығарады. Әлемге ақпарат таратып, әлемге жағымды жаңалықтарды жеткізеді деген сенімдеміз. Олай болса, бұл Жас толқынның ғұмыры ұзақ болсын. Осы медиа студиядан қаншама талантты журналистер, радио жүргізушілер, яғни дикторлар қанат қағып ұшсын. Біз тек сәттілік тілейміз. Әркез осындай керемет жас ұрпаққа қолдау көрсетуге, ақыл кеңесімізді айтып, тәжірибемен бөлісуге дайынбыз. Қазақстанның еліміздегі әр мектебінде осындай студиялар ашылса, біздің болашағымыз сондай керемет тәрбиелі болып өседі. Себебі қазір балалардың барлығы ұялы телефонда. Осыдан ажырай алмаймыз. Осы ұялы телефонмен ұйықтап, ұялы телефонмен ұйқыдан оянып жатыр. Біз бұған қарсы осындай қадамдар жасасақ, бұйырса бәрі жақсы болады деген сенімдеміз. Ендеше қос мереке құтты болсын.